Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бізде бүгін мынадай есіктің формасын, есіктің фасадын қалай жасауға болады, қандай фреза қолданылады, қалай сызамыз дейтін сұрақтарға біз жауап іздеп сіздерге көрсететін боламыз. Жалпы бұл есікті сызбас бұрын бұның жалпы формасын біз елестетіп алсақ, мына жерде бірінші сыртқы рамкасы болады, сыртқы өлшемі. Одан кейінгі мынау фасад бөлімдері, яғни фрезаларға байланысты сіз бұл аралықтарды сызасыз және өлшейсіз. Жалпы бұл жерде ең бірінші біз сыртқы өлшемін сызып алайық қазір. Сыртқы өлшемі сызып алатын болсақ, төртбұрыш таңдадық. Высота бізде 1200 мм деп жазайық. Ширинасы бізде 600 деп жазайық. Ені деп бастық. Міне бізде сыртқы формасы сызылды. Енді не істейміз? Ішіне қарай қанша миллиметр кіргіземіз? Бұл жерде біз 70 миллиметр. Яғни көп жерде 70, я болмаса 60-65 істеп жатады, бізде 70 қолданайық. Бұл 70 не үшін дейтін сұрақ болатын болса, жалпы бұл 70 дегеніміз бірінші көрініс үшін, екінші бұл артына бізде 90-ның дөңгелек тесіктер орнатылады, ашылып жабылатын, е. Сол үшін бізге бұл 70-65 деген керек болады. Бұл жерде біз 70 деп сызып қойдық міне. Енді бізде фрезаның тереңдігі қанша миллиметрге тереңдікке кіреді? Мысалы 90 градустық, я болмаса 120 градустық фрезамыз қанша миллиметр тереңдікке кіреді? Соған байланысты біз бұл жерге аралықты жазамыз. Егер де 120 градустық фреза болатын болса, 10 миллиметр тереңдікке кіретін болса, мына жерге мысалы 120 градустық фреза кіретін болса, 10 миллиметр тереңдікке. Онда мына жердегі қосымша сызық, жанама сызық мына жердегі сызылатын. Ішке қарай 16 миллиметр ішке кіретін болады. Міне, егер де 90 градустық фреза 6 миллиметр кіретін болса, біз 6 миллиметр кіреді. Қараңыздар, міне, тура осылай 6 миллиметр кіреді. Мысалы, 120 градустық фреза 6 миллиметр тереңдікке кіретін болса, онда ішке қарай 10,5 миллиметр деп жазатын боламыз. Мына сызықтың аралығын. Шене деп бастайық. Тура осылай. Мысалы, мен бұл жерде 120 градустық фрезаны кіргізем 10 миллиметр тереңдікке. Сондықтан бұл жерге мен 16 деп жазамын. Егер де 8 миллиметр тереңдікке кіргізсеңіздер, сіздер 14 деп жазасыздар бұл жерге. 16 миллиметр деп жаздым. Жазғаннан кейін мына жердегі аралық кетеді. Бізде бұл аралық дегеніміз не? Мына жерде выборка бөлімі, яғни мынаның қағаны, астыңғы бөлімі. Мына жерден біз бағана сыздық, мына жерде 16 миллиметр деп. Мына сызықтан мына сызыққа дейін аралық бізде қанша болады? Яғни кесіліп алынатын, жонылып тасталынатын бөлік. Бізде мысалы 20 миллиметр деп жазайын бұл жерге мен. 20 миллиметр деп істедім. 20 миллиметр жаздым, бітті. Жалпы бұл есіктің сұлбасы сызылып болды. Ендігі кезекте мына қосымша 4 жағындағы сызықтар. Мына сызықтарды сызатын боламыз қазір. Бұл сызықтарды қалай сызамыз? Бұл жерге өтеміз. Өткеннен кейін ақырын мына бұрыштан мына бұрышқа белгілейсіздер. Ескейт басасыздар, артқа шегінесіздер. Тура осылай істеп отырсаңыздар, сіздерде де есік сызылатын болады. Қараңыздар, міне, тура осылай. Мына жерде де тура осылай сызылады, міне. Есіктің жалпы сұлбасын біз сызып қойдық. Міне қараңыздар. Мына жерге де қарасаңыздар болады, міне. Біздің есіктің жалпы сұлбасы, сызбасы осылай болады. Ендігі кезекте біз сыртқы бөлігін, яғни мына 4 жағындағы 4 сызықты істеп аламыз. Бұл 90 градустық фреза жіберейік бұл жерге. Мысалы 120 жіберсеңіздер де болады. Қайта-қайта фрезаны ауыстырып жүргенше дейтін болсаңыздар. Мына жерге мен 120 градустық фреза, я болмаса 90 градустық фреза істейін қазір. 90 градустық фреза жолымен жіберемін. 3 миллиметр тереңдікке кіргіземіз. 3 миллиметр тереңдікке 90 градустық фреза. Окей деп бастым. Материал бізде 18 миллиметр. Бұл жерге мен бірінші 90 градус деп жазайын. Міне. Енді бұл имитациясын көретін болсақ, қалай істегенін. Жазайық. Мына жерде жоғары сапада
Міне, тура осылай 4 сызығымыз сызылды міне. Қараңыздар, міне 45 градустан, яғни 90 градустан фрезамыз жүріп өтті. Ендігі кезекте біз ішкі бөлігінде мына жерді істейміз. Яғни мына бөлімді жасайтын боламыз. Мына жердегі бұл жерде 60 градус, жалпы бұл мына жерге 120 градус фреза жібергенбіз. 10 мм тереңдікке, тура осы 10 мм тереңдікке қазір істейтін боламыз. Оны біз қайсымен істейміз? Траекторияға өтеміз. Бұл жерде мынамен, мына бөлімнің қандай айырмашылығы болады дейтін болсаңыздар, мынамен де істесеңіз болады, мынамен де жасасаңыз болады. Бұл жерде екеуінің айырмашылығын сіздерге көрсетейін қазір. Бұны бастым. Бұл жерде наружный, внутрь таңдауымыз керек, ішіне қарай. Бұл жерге 10 мм тереңдікке кіреді. 120 градустық фреза дейік. Екеуінің айырмашылығын көрсетемін қазір. Мына функциямен, мына функцияның айырмашылығы. Бұл жерге мен екінші 90 деп жазайын. Сызықты таңдауымыз керек міндетті түрде. Есептетеміз. Қараңыздар, тура осы жерге бағана біздің жанама сызығымыздың тура үстіне түсті. Қараңыздар. Көрініп тұрғанда болар. Енді біз бұның имитациясын көрейік, қалай болған. Бұл жерде қараңыздар, радиус қалған мына жерде. Мына жерде радиус бар. Яғни анау жерде көрсетілгендей 90 градустық ешқандай көрініп тұрған жоқ. Қараңыздар. Мына жерде аралық 90 градус емес. Мына жерде мына сызық пен мына сызықтың арасы бізде 90 градус анық көрініп тұр, яғни жасаған. Бұл жерден шығатын қорытынды қазір айтатын боламыз. Мына жерде мен имитацияға кірейін, бұрынғы істелгендерді өшірейін. Енді бұның орнына мен басқа бір мынаны жасап көремін. Қазір сызықты таңдап алдым. Мына функцияны бастым. Тереңдігі бізде 10 мм. 120 градустық фреза. 120 градус фреза. Бұл параметрлерін бәрі түсінікті сіздерге. Станоктың өзіңіздің мүмкіндіктеріңізге қарай жазып қойсаңыздар да болады. Мысалы 24 мың десеңіз де, 18 мың десеңіз де өз еркіңіз. Мынау белгіледік. Мына жерге мен екінші 90 сызықша қоя салайын. Қараңыздар. Сіздерге түсінікті болсын. Ақырын шетінен көрсетейін. Қараңыздар, бағанағы мынау бөлімде істегенде, яғни мына бөлімде істеген кезде, мына жерде бізде радиус қалған. Өздеріңіз көрдіңіздер. Мына жерде радиус қалған. Ал мынаны жібергенде бізде радиус болған жоқ. Яғни 90 градус бізге жасап берді. Яғни бұндай ішкі 90 градус жасайтын кезде сіздер осы функцияны қолданатын боласыздар. Ендігі кезекте біз ішкі бөлімді, яғни выборканы істейтін боламыз. Мына жерді. Мынаны өшіріп тастайық. Өшіру үшін сызықты, мына траекториямызды бір басамыз. Басқаннан кейін астында удалить траекторию деген бар. Мынаны басамыз, окей деп. Бітті, өшті. Ендігі кезекте бізде мына бөлім керек. Мынаны жерді істедік. Енді мына жерді выборка жасап алып тастаймыз. Яғни қырып, жонып алып тастаймыз. Бұл жер бізде 20 мм. Ол үшін екі сызықты қатар таңдаймыз. Shift басып тұрып, таңдағаннан кейін мына бөлімнен өтеміз. Мына жерде мынаны басамыз. Басқаннан кейін бізде бірінші тереңдігін жазамыз. Қалған параметр бізге керек емес. Өзінің керектенетін жері бар. Дәл қазір бұл бізге керек емес. Енді инструмент, қандай фреза қолданамыз, қандай пышақ қолданамыз. 8 мм концевой фреза қолданамыз. Таңдадық. Бұл жерде сіздер шаг, яғни бір жолда мынаны қанша рет жүріп шығады. Бір жолда қанша миллиметр алады. Яғни егер де 10 мм тереңдікке кіргізетін болсақ, біздің фреза мына жерге екі слоймен, яғни бір рет 5 мм, екінші рет 5 мм, яғни екі рет айланып өтеді деген сөз. Смещение таңдаймыз. Бұл жерге үшінші 90 деп жазайын. Үшінші 90 емес, үшінші 8 мм деп істейін. Қараңыздар, имитациясын қарайтын болсақ, бізде
мына жерді алды. Қараңыздар, жонып тастады. Енді бұл жерге не істейміз? Мынадай фрезаны таңдап жіберетін боламыз. Қараңыздар. Мынадай фрезаны таңдап жіберетін боламыз. Өтеміз. Көрінбейтін қылып тастайық. Мына сызықты таңдап аламыз. Сосын траекторияға өтеміз де, мына жерден, мына бөлімден бізде вдоль таңдап аламыз. Вдоль таңдап алғаннан кейін қанша миллиметр тереңдікке кіргіземіз? 10 миллиметр тереңдікке қандай инструмент, қандай пышақ қолданамыз? Бұл жерде, бұл жалпы имитациясын көру үшін керек денеміз. Жалпы бұл жерге кез келген фрезаны қойып, вдоль деп пышағыңызды ғана ауыстырып істете берсеңіз болады. Бұл жерде мен сіздерге көрсету үшін ғана істеп жатырмын. Жалпы бұл жерге сіз 8-дік фреза деп таңдап, вдоль істеп, бірақ станоктың басында сіз басқа кез келген фигурный фрезаларды істете берсеңіз, мынаны қойсаңыз да, мына жердегі кез келген өзіңізге ұнағанын қойсаңыз, яғни осындай пішін шығарып бере береді. Ешқандай айырмашылық жоқ. Сондықтан біз сіздерге көрсету үшін мен осыны істеп отырмын. Мына жер 4-ші 90 деп жазбайық. Фигурный фреза дей салайын. Бітті міне. Енді қараңыздар. Бұл жерде имитациясын көрейік қазір. Қалай болды екен, қалай жасалды екен. Бұл жерде шаг Z өте аз болып қалған. Қазір шаг Z-ті көбейте салсақ болады. Мына жерге мысалы 5 мм деп істейін. Яғни 2 шаг қана жүреді. 2 рет айланып өтеді. Бұл бітті. Ендігі кезекте біз сыртқы формасын, яғни рамканың сыртында бізде радиус болу керек дейтін болсақ, мына жерде радиус болу керек болатын болса, бірінші сыртқы рамканы таңдап аламыз. Таңдап алғаннан кейін бұл жерде біз вдоль деп таңдаймыз. Қандай тереңдікке, мысалы 3 мм, 4 мм мен 3 мм-ге кіргізейін, я болмаса 4 мм-ге. Қандай фреза? Бұл жерге біз 10-дық, яғни диаметрі 10 болатын, радиусы 5 болатын бір фреза жібереміз. Міне таңдадық. Мына жерге 5-ші R5 дей салайық, радиусы 5 деп. Міне істедік. Енді қараңыздар, сыртын кесу қалды. Енді сыртын кесеміз. Кесуді ең соңынан орындаймыз. Өткенде айтып өткеніміз таңдадық. Кесуді ең соңынан орындаймыз. 18. Кесуіміз кез келген пышақ. 6. Өздеріңізге қажетті пышақ таңдасаңыздар болады. Мен 8 мм пышақты таңдап алдым фрезаны. Мына жерге мен кесу деп істейін, мысалы. Кесу таңдадық. Енді имитациясын сіздерге көрсетейін. Қалай болды, қалай істелді екен. Міне, қараңыздар. Мына жерде бізде радиус бар. Жасалған бәрі дұрыс. Бәрі тамаша болған, міне, қараңыздар. Мынаның орнына сіз кез келген пышақты қоя бересіздер деп айттым. Бұл жер тек қана сіздерге көрсету үшін ғана керектеніп отырмын. Бұның жалпы енді визуализация өтейік. Отход өшіреміз, артық бөлімді. Артық бөлімді өшіру үшін мынаны таңдадық. Бұл жерде белгілесеңіздер өшіру керек болған. Мынаны таңдайын, қайтадан өшіреді қазір. Міне, тура өшті, көрінбейтін болды. Міне, қараңыздар, қалай болды. Енді мына жерге кейбір формалар болады. Мына жерде бір қабат, бір слой, тағы бір фреза жүріп өткен. Оны біз қалай істейміз? Оны да тура осындай, мысалы, көрінбейтін істейміз. Мына жерге белгілі бір 4 мм-лік, я болмаса 3 мм-лік фрезаны вдолмен жібереміз. Вдоль таңдадық. 2 мм тереңдікке түссін. Қандай фреза? 4 мм-лік фреза диаметрі. Сіздер 3 болсын, 2 болсын, өздеріңізге 2 болса тым аз болып қалады. 4 немесе 3 жіберсеңіздер болады бұл жерге.
Мысалы мен ең соңғы 6 деп жазайын. 4 миллиметрлік фреза. Бітті. Қараңыздар, бұл жер 4-ті көрсете салайын. Міне, удол деп таңдаған бөліміміз. Енді бұны үстініге қарай қалай көтереміз? Тура осылай өткізіп жіберсеңіздер болады. Қараңыздар, міне. Енді бұның имитацияға өтеміз. Өзімізге қажетті белгілі бір форманы таңдап алсақ болады, міне. Бұлай істесеңіздер де болады, я болмаса бұлай көрсеңіздер де болады, міне. Жақсы, назар қойып көргендеріңізге рахмет. Алла істеріңізге берекет, зейіндеріңіз ашсын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.